Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Көптен күткен эпизодтарымызға қайта оралдық. Осы күндері мен Таразда өз елімде болдым, ата-анаммен көрісіп келдім. Оның алдында олар Сеулда болған, ем қабылдап келді. Қазір барлығы жақсы. Ол туралы бір бөлек кейін әңгіме айтып беретін боламын. Ал бүгін бізде сіздермен қызық эпизод болғалы жатыр. Құрметті достар, осы эпизодты бастамас бұрын сіздерге алғыс айтып кетейін. Осыған дейін шығарған менің влогтарым арасында ең көп пікір жинаған, ең көп просмотр жинаған видеом ол 91 тобының әніне жасаған реакциям болатын. Сондықтан да сол дәстүрді бүгін жалғастырып, 91 тобының жаңадан шығарған клипіне реакция түсіріп кетейін дедім. Реакцияны бастамас бұрын бірден айта кетейін. Мен бұл реакцияны, бұл видеоны тек қана просмотр үшін қана түсіріп жатқан жоқпын. Мен шын жүрегімнен 91 тобын өте қатты жақсы көремін. Олардың өнерін құрметтеймін және бағалаймын. Сондықтан да бұндай видеоны түсіру мен үшін өте үлкен құрмет деп есептеймін, және сіздерге де ұнағаны маған өте қатты ұнайды. Достар, айта кетейін, осы студияда менің влогымнан басқа тағы да бір проект түсіріліп жатқанын мүмкін байқаған шығарсыздар. Мынау сілтеме бойынша менің інім Алпамыс Қыдырғожаның влогына өтіп, каналына тіркеліп, видеоларын көріп, лайк басып қолдап қойыңыздар. Өйткені тағы да бір шедеврдің туындауына және оның дамуына өздеріңіз себепкер боласыздар. Енді шедевр деп айтқаным артық болмас, аумин болсын. Құдай қаласа Алпамыстың каналы шедевр болып, осы Қазақстан YouTube-ында, жалпы YouTube арнасындағы мықты арналардың бірі болуына жазсын. Сонымен көп сөйлеп кеттім ау деймін. Көп созбай, ондай болса реакциямызды бастаймыз. 91 Señorita. Қымыз ба? Мистика ғой мына бір. Ана кім номер екен, звондау керек. Бәрі сөйтіп ойлағанша да. Біресе түнде, біресе айдалада, біресе пляжда. Күшті істеген ауысатындар.
Актив дей ма? Активтің. Ойбай. Да, ұят болды ғой. Мен сеш кіріп кеттім. Қойсашы. Öyle. Ne olsun canım? Biraz sıkıntı. Қойды. Öyle. Эй! Зачем? Да. Музыкасы да жақсы. Ана жер қиын екен. Не үшін түсірді ондайды? Арттағы. Бұлар көрсетпей қойыңдаршы қайттан. Бір жаман. Спокойно музыка тыңдайын десең. Ойбай. Directed by Kuka. Ё-моё, ауыр клип екен. Құрметті достар, не айтарым білмеймін. Өте орысша айтқанда смешанное чувство дейді ғой, бір түрлі болып отырмын. Бірақ мен келіншегім айтты. Келіншегім есімі Меруерт. Осындағы басты кейіпкер қыздың рөлін сомдаған қызды таныдың ба деді. Таныдың ба дегенде, көрген кезде айтшы маған, танисың ба, жоқ танымайсың ба деді. Мен что-то шыны керек, танымадым кім екенін. Мүмкін мен кішкене қалып кеткен шығармын, бірақ ол айтты, егер танымасаң, маған осылай прям видеода звонда деді. Сондықтан да звондаймыз. Алло, Меруерт, сен прямой эфирдасың. Короче, видеоны көрдім. Очень странные чувства дейміз ғой, орысша айтқанда. Сонымен, анау қызды танымадым мен. Кім ол и қандай история бар онымен связана? Иә, сол жерде үміткер еді ғой ана қыз. Иә, үміткер еді, бірақ өтпеді ғой ол, е? Өтті ма ол? Группа тарап кеткеннен бірақ клипте жүр ма? Сол үшін негативті туылды дейсің ба сен? Интересно. Енді есіме түсті, енді есіме түсті. Сонда не дейді, типа, неге түстің дей ма клипқа? Ана жерін айтасың ба сен? Иә, ол жерде менде ой деп қалдым ғой. Ой деп қалдым ғой. Сонымен түсіндім басты кейіпкер кім екенін, және мен келіншегім меңзеген жерді түсіндім. Неге соншама критика болып жатқан. Мен де енді байқадыңыздар, өзімде ой деп қалдым ғой енді.
күтпедім шынында олай болатын. Енді опять-таки сондай жері, сосын анау крышадан құлағаны мен өзім жеке өмірімде, жеке емес, отбасылық өмірімде де ондай бір жағдай болды да, сол үшін қиын мәселе. Дәл ондай емес, бірақ Құдай сақтасын, ешкімге тілемеймін. Енді қайта айтатын болсам, әртүрлі сезімде болып отырмын. Неге клип мынандай? Неге ондай қылып? Енді білмеймін, біз үйреніп қалған шығармыз, клип көрсек кішкене көңіл күйіміз көтерілу керек, немесе қызық болу керек, бір развлекающий болу керек деген секілді. Ал мұнда кішкене қиындау болып түсірілген екен. Бірақ енді, конечно, хореографиясы, артындағы эффекттер, аспанды күшті болып түсірген, түнгі аспан, сияющий небо. Ол жағы енді керемет. Бірақ бағана қиын жақтары прям, но им удалось. Олар қандай бір осындай сезім сыйлағысы келсе, егер көрерменіне оны сезім маған сыйлай алды. Құрметті достар, алдыңғы реакцияға секілді бұл реакцияда өз орнын табады деп ойлаймын сіздердің жүректеріңізде. Қайта айтып өтетін болсам, мен реакцияны осы именно 91 тобына просмотр үшін емес, шынымен маған өте қатты ұнағандықтан түсіргім келеді. Сіздердің жүректеріңізден де бір орын алады деп ойлаймын. Сондықтан да пікірлеріңізді аямаңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда қызықты материалдар болады. Және видеоның басында айтқандағыдай Алпамыс Қыдырқожа проектісінде де тіркелуді ұмытпаңыздар. Сілтемесін видеоның астына таба аласыздар. Сау болыңыздар.